Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Әр ұлт үшін тәуелсіз ел болу ұлы арман. Дүние жүзінде 6000-ға жуық ұлт пен ұлыс бар екен. Солардың ішінде 200-дей ұлт қана тәуелсіз мемлекет болып отыр. Тәуелсіздік біздің де асыл арманымыз еді. Осы тәуелсіздік жолында мыңдаған ата-бабамыз шейіт болды. Міне сол аңсаған егемендікке қолымыз жетті. Тәуелсіздікті қабылдаған Қазақстан жоғарғы кеңесі 12-ші шақырылымның депутаты болдым. 1991 жылдың 16 желтоқсаны сағат 18:00-де тәуелсіздік жарияланған сәтке куәмін. Қуаныш Айтахановтың «Тәуелсіз ел болу ұлы арман» атты мақаланы Егеменді Қазақстан газетінің 29 қарашада шыққан 227 санынан оқи аласыздар. Облыстық жастар ресурстық орталығының және номер 19 қалалық кітапхананың ұйымдастыруымен ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Толқын Қабылшаның «Поэзия әлемінде» атты жыр кеші өтті. Кешке ақын Қазақстан жазушылар одағы облыстық филиалының төрағасы Қаршыға Есімсейітова, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Қатира Жәленова, айтыскер ақын Серік Ыдырысов және ақын Мөлдір Айтбай қатысты. «Ғажайыпқа сеніп келем» атты мақаланы Сыр бойы газетінің 27 қараша күні шыққан 183-184 санынан оқи аласыздар. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай туған жерге тағзым жобасы аясында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты, дәстүрлі әнші Ұлжан Байбосынова өзі білім алған Тасбөгет кентіндегі 11-ші мектеп лицейінен домбыра сыныбын аштыртып, арнайы шеберлер қолынан шыққан 20 домбыраны сыйға тартты. Сондай-ақ Сабира Майқанова атындағы мәдениет үйінің жанынан ашылған ғибрат үйірмесіне 10 домбыра сыйлады. Туған жерге тағзым еткен Тасбөгеттік түлек атты мақаланы Ақмешіт апталығы газетінің 1 желтоқсанда шыққан 95 санынан оқи аласыздар. Қызылорда облысының әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен Ақкүріштің атасы атанған Даңғайыр Тихан, 2 дүркін социалистік еңбек ері Ыбырай Жақаевтың 130 жылдық мерейтойына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Жиынға Қазақстан Республикасының парламент сенатының депутаты Мұрат Бақтиярұлы және Қазақстанның еңбек ері Абзал Ералиев, Ыбырай Жақаевтың ұлы еңбек ардагері Сейтбек Жақаев, Ресей, Өзбекстан және еліміздің белгілі ғалымдары қатысты. Аталған шара барысында аймақ басшысы еселі еңбектің арқасында халық дала академигі атанып кеткен Ыбырай Жақаевтың күріш дақылын өсіру, оны күтіп баптау ісіне